Баршаңызға сәлем, қалдарыңыз қалай? Бүгін кабачкиден, яғни қазақша кәдіден тері коллагенін ынталандырып, әжімдерді азайтатын және теріні тазалап сергітетін маск жасаймыз. Кәдінің 2-3-ін тазалап, майда үкіштен өткіземіз. Мендегі майда балғын кәді. Егер сізде үлкен кәді болса, тең жартысын пайдаланыңыз. Кәді терідегі коллаген өндірісін ынталандырады. Оны ылғалдандырып, тазартып, сергітеді. Достар, каналға жазылыңыздар. Мұнда сізге керекті рецепттер табатыныңызға сенімдімін. Үкіштен өткізілген кабачкиді дәке арқылы шырынын сығып аламыз. Достар, егер мені қолдағыңыз келсе, каналға жазылыңыз, лайк басыңыз, видео рецептпен достарыңызбен бөлісіңіз, және жаңа шыққан рецепті жіберіп алмас үшін қоңырауды қосуды ұмытпаңыздар. Дайын болған шырынды ыдысқа құйып, үстіне біраз қасық жүгері крахмалын салып, бір тегіс болғанша араластырамыз. Жүгері крахмалы әжімдерді тегістеп, теріні қатайтады. Қоспаны баяу отқа қойып, үздіксіз араластыра отырып, қоюланғанша қыздырамыз. Дайын болған маска негізін сәл суытып, ыдысқа құйып аламыз. Бір шай қасық бадам майын қосып, жақсылап араластырамыз. Маска негізіне өзіңіздің сүйікті майларыңызды қосуға болады. Майды қосқаннан кейін масканың әсері күшейе түседі. Дайын болған масканы шыны ыдысқа құйып, тоңазытқышта 1 аптаға дейін сақтай аламыз. Бұл маска кремді аптасына 2 рет қолыңызға, бетіңізге, мойныңызға және декольте терісіне жағып 20 минутқа қалдырамыз. Содан кейін қалған масканы жылы сумен жуамыз. Маскаларды қолданар алдында білегіңізге жағып 20 минутқа сынап көріңіз. Бұл кремді маска теріні керемет жасартады, ылғалдандырады, оның қартаюын болдырмайды және әжімдерді тегістейді. Сізге денсаулық, жастық және сұлулық тілеймін. Көргеніңізге рахмет, келесі кездескенше.